натурал санды жай бөлшекке немесе аралас санға көбейту. Яғни жай бөлшек пен аралас санды натурал санға қалай көбейтеміз? Мысалға бізде 3 деген жай ғана натурал сан, біз оны 5-тен 2-ге көбейтіп көрейік. Бізде ереже 3 деген санды алымына жібереміз. Немесе алымына көбейтеміз. 3 пен 2-ні көбейтсек 6 болады. Сонда бізде 5-тен 6 деген сан шығады, немесе 5-тен 6 деген бұрыс бөлшек шығып тұр. Яғни біздер натурал сан болатын болса, оны алымына көбейтеміз. Немесе орын ауыстырайық. 7-ден 3 болсын, оны көбейтейік 2-ге. 7-ден 3 деген жай бөлшек, 2-ге көбейтсек, яғни 2 натурал сан, ол бізде алымына кетіп қалады. Яғни 7-ден 3 көбейту 2 болып үстіне шығып кетеді. 3 2 6 бөлімінде 7 қалады. Яғни натурал санды жай бөлшекке көбейткен кезде жай ғана алымына көбейте саламыз. Енді неге деген сұрақ болар болса, бізде 3 деген санның өзін 1-ден 3 деп жазсақ болады. Яғни бізде мына бөлшек сызығы бөлу деген мағынаны білдіреді ғой. 3-ті 1-ге бөлсең 3. Немесе 1-ден 3 деген санды 3 деп жазсақ болады. Сонда 1-ден 3-ті көбейтсек 5-тен 2-ге. Сонда 5 бірін бәрі 5 болады да, жаңағы 3 2 6 болып қала береді. Яғни біз бұны 1-ден 3 деп жазып жүргенше 1-ден жоғарысына, яғни алымына көбейте саламыз. Бұл бізде натурал санды жай бөлшекке көбейту. Енді натурал санды аралас санға көбейтейік. 3-ті көбейтсек 2,5-тен 1-ге телік. Яғни біздер аралас санды міндетті түрде бұрыс бөлшекке айналдыруымыз керек. Біздер өткен сабақта аралас сандар көбейткен кезде де аралас санды сол бұрыс бөлшекке айналдырамыз. Біз аралас санды ешқашан жайдан жай көбейте алмаймыз. Сонда 3 қалсын қазірше 2,5-тен 1-ді бұрысқа айналдыратын болсақ 5, 5 2 10, үстіне 11 болады. Тең 5-дің өзі қала береді де 3 алымына кетеді, 33 болады. Немесе 5,6 4 болсын, оны көбейтейік 2-ге. Сонда мынау аралас сан бізде, яғни оны тағы да бұрыс бөлшекке айналдырамыз. 6 5 30, 4 9 34. Оны көбейтеміз 2-ге. Бірақ бұл жерде 2 мен 6-ны қысқартсақ болады. Себебі біздер қазір жоғарысына көбейткенмен бәрібір алымындағы бөліміндегі сандар қысқаратын болса, бәрі қысқарады ғой. Сол үшін осы тұрған жерінде қысқартсақ та болады. Яғни 6-да 2-де бізде 2-ге бөлінеді. 2-ні 2-ге бөлсең 1, 6-ны 2-ге бөлсең 3. Сонда бізде 34-ті 1-ге бөлсең 34-дің өзі болады, және 3 қалады. Тағы бір мысал келтірейін. Жерге жазсам. Так, жерге жазсам. 7,6-дан 12-ден 5 болсын. Оны көбейтейін 18-ге. Тең. Бұрыс бөлшекке айналдырамыз. 12-ден 12-ні 7-ге көбейтсек бізде 5-ге 12-ні 5-ге бөлсек 67, оған тағы 14 болсын, оған тағы 24 болсын, 84. Оған енді 84-ге 5 болсын, 89. Көбейтейік 18-ге. Енді бізде 12 мен 18 мен 89 көбейтіп тұрып оны қысқартқанша, осы тұрған жерінде қысқартқан артық, яғни 18-де 12-де бізде қандай санға бөлінеді? 6-ға бөлінеді. Яғни 12-ні 6-ға бөлсең 2, 18-ді 6-ға бөлсең 3. Сонда біздер енді жай ғана 3 пен 89-ды көбейте саламыз. Яғни 89-ды 3-ге көбейтсең, 83-ге көбейтсең 240, оған 9 3 27, 240-қа 27-ні қоссаң 267. Және бөлімінде 2 қалай береді. Осылай бұрыс бөлшек түрінде қалдырсақ та болады, немесе бұны біздер аралас санға айналдырып жазсақ та болады. Осылай қалай берсін.